Тұйық етістік. Тұйық етістік іс-қимылдың атауын білдіретін етістіктің ерекше түрі. Тұйық етістік барлық етістік негіздеріне, яғни түбір етістіктерге және күрделі етістіктерге у жұрнағының жалғануы арқылы жасалады. Мысалы, жазу, айту, қабылдау, сұрыптау, бөгеу, шегелеу, бару, бармау, келу, келмеу. Аталған етістіктер жазу, айту, қабылдау, сұрыптау, бөгеу, шегелеу, бару, бармау іс-әрекеттерінің қимылдың атын білдіріп, солардың атауы болып отыр. Сондықтан да тұйық етістік зат есім мәнінде жиі қолданылады. Барлық етістікті қимыл деп бір сөзбен айтсақ, әрбір жеке қимылдың атын білдіретін етістіктің атауыш түрі қазақ тілінде осы тұйық етістігі арқылы беріледі. Тұйық етістік тұлғасындағы кейбір сөздер әрі етістік, әрі зат есім ұғымын білдіретін омоним сөздерге айналып кеткен. Мұндай сөздер мынандай топтарға бөлінеді: үй бұйымдары мен құрал-саймандар, жасау, қызға жасалған дүние мүлік, сабау, жүнді сабайтын құрал, бояу, бояғыш зат, көсеу, отты көсейтін құрал және тағы басқа. Мекен жай атаулары: қыстау, жайлау, күзеу, бастау, асу және тағы басқа. Дерексіз ұғымды білдіретін зат есімдер: тілеу, оқу, тергеу, жоқтау, нұсқау және тағы басқа. Грамматикалық терминдерді білдіретін зат есімдер: үстеу, қалау, рай және тағы басқа.